Бүгін бізде ерекше күн. Қазақ тілінен ашық сабағымыз. Сабағымызды бастамас бұрын тілімізге құрмет ретінде Сұлтанмахмұт Торайғұров ағамызды әдемі өлең жолдарымызбен сабағымызды бастаймыз. Сүйемін туған тілі, анам тілім, бесікте жатқан мына берген білім, шыр етіп жерге түскен сәтінен-ақ құлағыма сіңірген таныс үнім. Тамаша бала, отырыңыз. Бала күндеріне сәттілік тілей отырып, бала сіздердің білімдеріңді мынандай әдемі қоңышулармен бағалаймын. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз алдыңғы сабақтарда өткен білімімізді еске түсіріп алайық. Балалар, алдыңғы сабақтарда өткен білімімізді естеріңде ме? Иә. Керемет. Олай болса, балалар, жеті табан әдісі бойынша сабағымызды, алдыңғы білімімізді еске түсіреміз. Ал балалар, зат есім дегеніміз не, балалар? Зат есім дегеніміз не? Асты айта ғой. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіреді. Сұрақтары қандай? Сұрақтары кім, не, Сосын? кімдер, нелер. Тамаша, отыра ғой. Ал енді балалар, қазақ тілінде неше септік бар? Қазақ тілінде Қазақ тілінде жеті септік бар. кім атап шығады? Тамаша, керемет. Септіктерді кім атап шығады? Сандуғаш атап шығады. Сіз атап шығады. Атау кімге, ілік кімнің нелін, барыс кімге, неге, табыс жатыс кімге, неге, шығыс кімге, неге, көмектес кімге, неге. Дұрыс па балалар? Балалар, сұраққа жауап берген балаларға бір отшашу жасап қояйықшы кәнекей. Тамаша. Ал енді балалар, мына жеті табан әдісін қолдану үшін бірінші мен сендерге балалар жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың жауабын жеті септеп маған айтып бересіңдер. Жарай ма? Түсіндіңдер ме балалар? Ал олай болса кеттік. Жұмбақты шешеміз. Желмен бірге ұшады, желмен бірге қонады. Ол не балалар? Қандай шөп? Желмен бірге ұшады. Айтты, қаңбақ деп. Керемет. Келе ғой. Енді қаңбақ деген сөзді балалар септеп айтамыз. Бірінші табанға тұра ғой. Атау. Бірінші табанға тұра ғой. Атау қаңбақ, ілік қаңбақтың, Сұрағын. Аға тез айта ғой. Ілік, сосын. барыс қаңбаққа, табыс қаңбақты, Бұл тез айта ғой, тез айта ғой. жатыс қаңбақты, Қаңбақ. Ағарай шығыс. қаңбақтан, көмектес қаңбақпен. Тамаша, дұрыс па балалар? Керемет. Ары қарай балалар. Енді таба, ақылың болса, аттама. Ол не? Кітап. Тамаша, кім септейді кітаптарға шығып? Келе ғой, Әдина. Тез септей ғой. Сұрағын не? Тез. Атау не кітап, ілік ненің кітаптың, барыс неге кітапқа, табыс нені кітапты, жатыс неде кітапта, шығыс неде кітапта, көмектес немен кітапта. Тамаша. Ары қарай. Балалар, келесі жұмбағымыз, ең соңғы жұмбағымыз. Мынандай. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Тамаша, кім шығады? Кім шығады? Кім? Керемет, келе ғой. Адал септік. Не күн, ілік септік. Ненің күннің, барыс септік. Неге күнге табыс септік. Ненің күнді жатыс септік. Неде күнде шығыс септік. Неден күнмен көмектес септік. Немен күнмен. Тамаша. Балалар дұрыс айтты ма? Керемет. Алина керемет тамаша айтты. Олай болса, бір мәрте отшашу істеп қояды. Балалар, алдыңғы білім сендерге түсінікті болды ғой, иә? Енді балалар, жаңа
неге болады ребус жасау тақтада балалар барлықтарын тақтаға назар аударыңдар барлықтарын тақтаға қараңдар тақтаға қараңдар балалар ребус шешеміз осы ребусты шешсеңдер балалар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығады ребуста ең бірінші тұрған сурет не сурет көрпе балалар көрпе мектеп кітап ал енді қандай сөз шығады бүгінгі олай болса сабағымыздың тақырыбы не екен балалар көмектесептік балалар көмектесептік яғни балалар бүгін біз сендермен көмектесептік назар аударыңдар тақтаға Аспанды бұлттарлап келіп, жаңбыр жауатын сияқты. Иә, апам жаңбыр жауатын кезде жаңбырмен жер көгерер, матамен ел көгерер деп айтып отырады. Дана, осы мақалдағы жаңбырмен, батамен сөзі қай септікте тұрғанын білесің бе? Жаңбырмен, батамен сөзі көмектес септігінде тұр. Көмектес септігіндегі сөз мен жалғауларының жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды. Көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұраққа жауап береді. Дұрыс, жарайсың Дана. Томирис, ана құсты қарашы. Мен ол құсты да, сол құс туралы жұмбақты да білемін. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? ал балалар жауабы қандай құс балалар құлдақ екен иә балалар енді балалар бүгін біз сендермен көмектес септік туралы айтып жатырмыз иә ал енді көмектес септік дегеніміз не екен балалар сұрақтары қандай екен дұрыс айтасыздар ал енді көмектес септігіне жалғанатын жалғаулар қандай екен керемет олай болса балалар бүгінгі сабағымыздың мақсаты көмектес септігі оның сұрақтары мен жалғаулары жайлы түсінік беру яғни бүгін сендер балалар көмектес септігінің сұрақтары және олардың жалғаулары туралы білетін боласыңдар ал енді балалар ережеге назар аударайық көмектес септігі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септікке мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы жасалады екен. Ал енді балалар келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырманы балалар біз дәптерде орындаймыз. Дәптердеріңді аша қойыңдар. Дәптердеріңді ашыңдар. Барлықтарының оқулықтарының 33-ші бетін аша қойыңдар. 33-ші бетін ашыңдар ма балалар? 33-ші бетін. Барлықтарының оқулықтарының 68-ші жақты қараңыздар. Қараңыздар ма балалар? Жұмбақты кім оқиды? Жаңа экранда берілген жұмбақты. Айғаным қатты дауыспен оқи қой. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? Тамаша, қандай құс деп балалар? Енді қараймен жазылған сөзге назар аударыңдар. Енді қалай тұмсығымен деген сөзде балалар сұрақ қойыңдар сол сөзге. Қай септіктер тұр болған? Септігінде тұр. Жалғауы қайсы? Мен. Жалғауы мен. Яғни бұл қай сөз септіктің сөзі екен? Қазір балалар дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді әдемілеп көлгенет жаза қойды. 69-шы жақты. Дәптерлеріңді ашыңдар.
Жазыңдар ма балалар? Ал 69-ші оқуда бірінші сөйлем қандай сөйлем? Жазамыз. Азат жолды тауып жазады. Тақтаға бірінші сөйлемді жазуға асылай шығады. Асылай тақтаға шығып, бірінші сөйлемді жазамыз. Азат жолды бастап, тақтаға да әдемі етіп жазамыз. Азат жолды табамыз. Балалар, 69-шы жаттығуда балалар, сөйлемдерді көркем етіп көшіп жазамыз. Сөйлемдерде сөйлем мүшесіне талдаймыз. Көмектес септігіндегі тұрған сөзді тауып, оған сұрақ қойып, жалғауын ажыратамыз, иә балалар? Жазамыз. Жөнде өшір. Асықпа. Сөйлем аяқталды. Не қоямыз? Ал енді осы сөйлемді оқи қой. Оқи қой сөйлем оқи. мұхиттар теңіздерге жалғасып жатыр. Иә, енді сөйлем мүшелерін таңдаймыз. Балалар, сөйлем мүшесінде не істейміз? Бастауышты, аяндауышты, тұрлаулы мүшені, тұрлаусыз мүшені не істейміз? Табамыз. Тез таба астынсыз. Бастауыш қайсы? Бастауыш. Дұрыс, бір сызықпен сыра қой, дұрыс. Ары қарай. Не істеп жатыр? Сұрақ қойсай өзің. Жалғасып жатыр. Yalnız енді теңіздермен қандай сұрақ қоямыз балалар? Теңіздермен нелермен тұрлаусыз мүше асылай ерексіз сұрамыз. Сұрақ қой, жөндеп аяғына жесізсің. Енді сұрақ қой, теңіздермен деген сөзге сұрақ қой. Нелермен? Қай септікте тұр? Көмектес септігінде тұр. Көмектес септігі екенін қаяқтан білдің? Қайдан білдің? Жалғау. Тамаша, отыра қой. Келесі сөйлемді жазады. Келесі сөйлемді кім тақашқа шұғыла келе қой. Келесі сөйлемді жаза қой. Балалар сендері сөйлем мүшесіне талдаңдар, сұрақ қойып талдаңдар. Және осы сөйлемнің ішінен көмектес септігінде тұрған сөзді табамыз. Әдемі жанды жаза қой. Тақтаға да балалар әдемі жазамыз. Дәптерге де әдемі көркем етіп жазамыз. Сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Бірінші қотыр. Ал. Бірінші, балалар сөйлем мүшесін талдағанда бірінші қай сөйлем мүшесін таба аламыз деді өткенде? Ең бірінші баяндауыш табамыз. Баяндауыш қайсы? Не істейді? Шұғылар не
өседі, дұрыс айтасыңдар. Ары қарай. Асыл егін. Не өседі балалар? Немесе. Не өседі? Ақ бидай өседі, ерсіз песасын бастауыш, баяндауыштың астын. Ары қарай. Еді. Күннің. Ненің? Қасиеттікте тұр. Ненің деген. Көмектесші балалар шұғылаған. Ненің? Ерексіз песасын қой. Ары қарай. Ал. Ненің суымен өседі? Ол да қасиеттікте тұр. Ол да қасиеттікте тұр. Ілік. Ары қарай. Ары қарай. Енді нұрымен. Емен. Балалар, немен өседі? Нұрмен өседі. Қасиеттікте тұр. Көмектесіп тұр. Не себептен көмектесіп тұр балалар? Өйткені олар Өйткені оған мен деген жалғап тұр. Одан кейін қандай сұраққа жауап беріп тұр? Немен сұраққа жауап беріп тұр? Ары қарай. Одан кейін суымен қасиеттікте тұр. Көмектесіп тұр деп жазып қойшы. Не сұрағын жоқ. Немесе сұрағын жазып қой. Немен? Немен сұрағын жазсай? Сонда көмектесіп тұрған сөздер қайсы екен? Шұғыла? Сумен. Нұрмен. Сосын болды, я? Сумен, нұрмен. Келесі сөзді. Сөйлемді. Кім жазады? Келесі сөйлемді. Келесі, алтайша. Балалар, келесі сөйлемде тек қана көмектесіп тұрған сөз таба қойық, ішкесіз бұл тесіз жаза қойық. Жанна. Балалар дәптерлерге әдемі ме етіп жаздар? Сол түрде кітап оқулықтан көшірген кезде қатесіз көшірген. Шұғыла, алтыда жазба сөйлемін оқи ғой. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Жөндеп, мына қарап, қатты оқышы жатпасын. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Осы жерде көмектесіп тұрған сөз қай сөз? Ықыласпен. Ықыласпен. Не себептен ықыласпен? Маған дәлелдеп айта қойшы кәнеке. Өйткені оның соңында немен деген сұраққа жауап беретін сөз. Сол себептен ол қай септікте тұр? Көмектес септігінде тұр. Сұрағын жазып қой. Тамаша. Ал балалар болдық па? Болсаңдар, қалам саптың орындарына қоя қойыңдар. Қалам саптың орнына қойып, барлықтарын ары қарай.
жариялады балалар, білесіңдер ме? Қандай жылды жариялады? Биылғы жылды. Жастар жылы емес балалар? Балалар жылды. Біліп жүріңдер балалар. Биыл біздің президентіміз 2022 жылды елімізде балалар жылы деп жариялады. Яғни сендердің жылдарың балалар мынау отырған. Сондықтан балалар, сендер бәріміз біргеміз, сөгілмесін біргеміз деген ұстаныммен жақсы білімді азамат болуға. Сол себептен балалар қазір сендердің білімдеріңді тексеру мақсатында топпен жұмыс жасаймыз. Бәріміз бірге бірлесіп топпен жұмыс жасаймыз. Ал енді топтық жұмыс қандай екен балалар? Қазір мен сендерге түсіндіріп өтемін. Балалар, мен қазір сендерге мынандай 3 хат беремін. Бұл жердегі сөздер балалар шашылып жатыр. Соны өз орнына қойып, осы қиылған сөздердің ішінен балалар, қиылған сөздердің ішінен сөйлем құрайсыңдар, мақал құрайсыңдар, қиын сөздер құрайсыңдар, өлең құрайсыңдар. Тез жабыстырып, сол өлең соның ішінен одан кейін көмектес деп тұрған сөзді тауып, оған сұрақ қойып, оның жалғауын не істейсіңдер? Маған айтып бересіңдер. Кел, тапсырма түсінді болға балалар? Керемет. Олай болса, бірінші топқа тез жинауыңызды. Екінші топқа екінші топтың тапсырмасы желімдерді ала қойыңыздар. Üstüne çıkıyor böyle. Оқу инемен құдық қазғандай. Ары қарай. Тамаша, ары қарай. Отпен ойнама күйесің, сумен ойнама батасың. Тамаша, ал енді балалар, сиса өлең үстінде бірінші қатардың оқушылары. Тоқу менен табылған сауысқанның тамағы, шоқу менен табылған. Балалар, кімнің өлеңі? Ыбырай Алтынсарин, керемет. Ыбырай Алтынсарин кім балалар? Дұрыс, дала жұртшылығы. Саңдар, саң емеспін.
Adalet жақсы біледі. Ал енді балалар, мына өздерінің құрастырған өлеңдердің ішінде көмектесетін қайсы көмектеседі? Қолдарын көтеріп балалар. Жанар айтады. Шоқуменен сосын тоқумен. Неге? Не себепті? Дәлдеп көрсетіңізші. Не себепті? Ол емен көмектесетіндігіне. Дұрыс, көмектесетіндігіне. Не себепті көмектесетіндігіне түрде ойлайсың? Немес деген сұраққа жауап берді. Тамаша. Келесі. Оқу инемен құдық қазғандай, кітаппен дос бол. Балалар, оқу инемен құдық қазғандай дегенді қалай түсінесіңдер? Көп оқу керегін Айта ғой. Өйткені оқу инемен құдық қазғандай деген көп оқу керегін, білімді болу керегін айтады. Ары қарай, кітаппен дос бол дегеніміз не? Кітаппен дос бол деген қалай кітаппен дос боламыз? Өйткені кітапта көп білім алу үшін оқытады. Кітаппен сол үшін дос болу қажет. Кітапта барлық білімнің барлығы қайда екен балалар? Кітапта. Ал енді осы жерде көмектесіп тұрған сөз қай сөз? Кітаппен. Шулар, кім? Ол жерде көмектесептікпен тұрған инемен және кітаппен. Не себептен олай ойлайсың? Өйткені инемен деген мен деген жалғау жалғанып тұр. Және немен деген сұрақ қойылады. Кітаппен дегенде? Кітаппен деген пен жалғау жалғанады және немен деген сұраққа жауап береді. Түбірі қайсы осы сөздің кітаппен деген сөздің түбірі қайсы? Кітап. Тамаша отырады. Ары қарай, үшінші қатардан. Отпен ойнама күйесің, сумен ойнама батасың. Айта ғой. Қай сөз? Көмектесептен де тұрады. Отпен сумен. Не себептен? Дәлелдеп айта қойшы. Өйткені ол көмектесептігінде тұр. Жақсы. Не себептен көмектесептен де тұр деп ойлайсың? Өйткені оған пен және мен деген жалғаулар жалғанып тұр. Көмектесептігінің сұрақтары қандай? Кіммен, немен. Тамаша. Керемет балалар, бұл тапсырманы өте керемет орындарында отыра қойыңдар. Қазір барлықтары от жасу жасап қояды. Тамаша, балалар керемет. Ары қарай балалар сабағымызды жалғастырамыз. Барлықтарын тақтаға назар аударыңдар. Ұйқасын тап деген әдіс. Балалар бәрін бері қараңдар. Мына жерде балалар төртінші қатары мына жерде ұйқасын табамыз. Бұлай дейді. Оқиыншы кәні. Тұмсығымен шымшып тереді. Құрт тереді. Неде ойлайсыңдар? Қандай сөзді ойлайсыңдар? Жоқ, ұйқаспай қалды торғай деп қалсақ. Тұмсығымен шымшып, құрт тереді. Шымшып. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді мына жерде сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр қағып, керемет балалар, тамаша. Кәдімгі енді тексеріп көрейік. Дұрыстап па, дұрыстапқа жоқпыз. Мінекей, қараңдар. Тұмсығымен шымшып, құрт тереді, шымшып. Дұрыстаппыз ба балалар? Тамаша, керемет. Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр қағып, мөлдір бұлақ. Балалар, бұл тапсырмада сендер көмектес септігінің шығыс септігінде тұрған сөздерді тауып, оның жалғауларын атаңдаршы балалар. Бірінші өлеңдер. Қай септікте тұр балалар? Не себептен? Мен деген жалғау жалғанып тұр, одан кейін немен деген тақырып. Балалар, мен тағы да бір сіздерге тапсырма. Тұмсығымен деген сөздің түбірі қайсы? Тұмсық. Ал енді неге бұл жерде тұмсығымен болып тұр? Өйткені оның
балалар. Балалар, бұл тапсырмадан да өте керемет орындалды. Сендерге мынандай деген басқарғаным болады. Керемет, тамаша. Ары қарай балалар, келесі тапсырмамыз қандай ойын екен? Дәлдеп, доп, әдіспен қазір. Балалар, барлық тақпаққа қараңдар. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз дәл деп дөп тегіс әдісі. Балалар, барлықтан тақпаққа қараңдар. Тақтада балалар бізде мынандай баскетбол сеткасы тұр, соған мына допты дәлдеп тегіземіз. Қай сеткада балалар көмектес септігінің сөзі тұр. Ал балалар, кім шығар тақтаға келе қойған. Қай сөз? Құспен. Балалар, дұрыста? Енді балалар, не себептен құспен деген сен айтып? Кино көмектес септігінің тұр. Жалғау қандай? Пен. Жалғау пен, тамаша. Ары қарай, Бексұлтан келе ғой. Дұрыс жауап берді, балалар, иә? Керемет, мен саған күннің жуағы. Қай сөз? Ой. Келе ғой айғаным. Жақындап тұр демекші. Қай сөз? Теңізбен, дұрыс па балалар? Не себептен теңізбен? Өйткені ол көмектес септігінде тұр. Сұрағандай? Көмектес септігін сұрағандай? Кіммен сосын? Немен. Енді сол теңізбен деген сөз қандай сұраққа жауап береді? Сөз қандай сөз? Аяруша. Қандай сөз ұрдың? Теңізбен. Не себептен теңізбен таңдадың? Көмектес септігін тұр, иә? Жалғауы қандай? Жалғауы теңізбен. Қандай болады? Бен, иә? Қандай сұраққа жауап береді? Немен деген сұраққа жауап береді. Келесі, айғаным келе ғой. Келе ғой айғаным. Күліп шығыңыз. Ал, қай сөз? Оқушы мен. Қандай сұраққа жауап береді? Отырады, тамаша. Ағыры кел. Қандай сөз? Қыл қаламмен. Не себептен қыл қаламмен деген сөз таңдадың? Қандай сұраққа жауап береді? Қыл қаламмен. Немен деген сұраққа жауап береді? Қай септікте тұр? Тамаша. Тағы да бар ма? Тағы да. Келе ғой. Қандай сөз? Баламен деген. Балалар дұрыс таңдады ма? Баламен деген сөз. Не себептен баламен деген сөз таңдадың? Мен деген жалғау қай септіктің жалғауы? Көмектес септігінің жалғауы. Қандай сұраққа жауап береді? Кіммен? Баламен, кіммен? Тамаша, отырады. Тағы бар ма? Балалар жоқ па? Келе ғой. Оқушы мен. Ол көмектес септігі оған мен деген жалғау жауапты. Кім мен деген сұраққа жауап береді. Тамаша. Балалар тағы да бар ма? Қараңдар жақсылап. Тағы да бар ма? Жоқ па? Келе ғой жүйе. Көрші, бар ма? Тағы да жоқ па? Көмектес септігін тұрған сөздер бар ма тағы да? Біз көрмей кеткен бар ма екен? Бар ма екен? Жоқ па екен? Болды, жоқ екен балалар. Тамаша. Бұл тапсырмаларын да балалар біз сүрінбей өтті. Кәнге от шашып қойыңдар. Тамаша балалар.
Керемет балдар, бұл тапсырмадан да өтті. Яғни балдар бүгін біз қандай септікпен танысып жатырмыз? Көмектескендікпен танысып жатырмыз. Көмектескендіктің сұрақтары қандай екен? Кім айтады? Жігер айтамын. Сосын көпше түрінде қандай болады? Менермен. Тамаша. Оған жалғанатын жалғаулар, записімен жалғанатын жалғаулар қандай екен жалғаулары? Айтамын. Дұрыс па балалар? Керемет. Ал енді балалар, сендерге келесі тапсырмамыз сәйкестендіру тесті балалар. Қазір мен осы жерде отырған әрқайсысына мынандай тест беремін. Сендер осы тестті не істейсіңдер? Сәйкестендіреміз. Мына бірінші қатарында балалар сөздер көпкісінде балалар, септіктер тұр, барлық септіктер тұр. Мына екінші қатарында не тұр? Сөздер тұр. Сол септіктерді не істейсіңдер? Сөздермен не істейсіңдер? Сәйкестендіреміз. Балалар істей аламыз ба? Отырып, балалар, одан кейін бұл тапсырмада балалар өз-өздеріңді бағалайсыңдар. Сендер білсеңдер, тақтадан дұрыс жауабы шығады. Сосын өздеріңнің орындаған жұмыстарыңды тексеріп, өз-өздеріңді, бір-бірлеріңді, я болмаса қастарыңда отырған бір-бірлеріңді бағалайсыңдар. Түсініңдер ме балалар? Бір-бірімізді бағалауды білеміз ба? Білеміз, я? Бір-біріміздің қасиетімізді тексеріп, тақтадан дұрыс жауаптар тексеретін боламыз. Ал балалар, орындай ойындар. Ал орындаймыз тапсырманы. Ойланып дұрыс. Балалар, ойланып дұрыс. Жақсы баға алмақ қысайық балалар. Ойланыңыз. Жақсылап ойланыңыз. Жарайсың, дұрыс балалар. Жарайсыңдар. Сөздерге сұрақ қойып, балалар, егер сендер септіктің сұрақтарын жақсы білетін болсаңдар, онда сендерге қиын емес. Az балалар болғандарын қамдақтарды қоятындар. Қазір бір-біріңді тексересіңдер жұмыстарыңды. Қазір мен дұрыс жауабын ашамын. Болдық па? Болсаңдар, қаздар бірдей болсын. Мен дұрыс жауабын ашамын. Балалар қазір орындағандарын дұрыс па тексереміз. Әрқайсымыз өз-өзіміз бір қасымызда отырғандарды тексереміз. Ал енді шұғыланың қасында да жоқ емес, шұғыласын тақтадан тексере ғой, иә?
болды ма? Жарайсың. Ал балалар тексереміз. Ал көргендеріңе келе қойыңдар. Ауыстырыңдар жұмыстарыңды, ауыстыра қойыңдар. Тексеріңдерші. Қандай деді? Бір-бірлеріңді бағалап үйреніп алсыңдар, иә? Дұрыс екен балалар? Кімде? Бағдарбекте ма? Бағдарбекте бес қате болса, сонда септіктерді жаттау кереген тақтада тұрып дұрысты. Үш қате болса қаншаға баға? Үш қате болса? Үш қате бар екен? Септіктерді жаттау балалар. Ол балалар болды да ма тексеріп? Бола қойыңдар балалар. Тақтадағымен көріңдер балалар. Тақтада дұрыс жауап тұр. Тексердіңдер ма? Балалар қателеріңді көрдіңдер ма? Үйде енді қате шыққандардың бар болса, үйде септіктердің барлығын жалғаумен сұрақтарын есептесіңдер. Үйде 60-70 жас оқуды жақсы өшіріп жазасыңдар, көрдіңдер ма? Сөйтіп көмектес септігінде тұрған сөздерді естисіңдер, табасыңдар. Ал енді балалар бәрін отыра қояйықшы. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Ал енді балалар, бүгінгі сабақта не істедік? Біз көмектес септігін өттік. Айта қойшы. Біз көмектес септігін өттік. Рамашы, Сұрақтарында көмектес септігін керемет. Ал енді көмектес септігінің сұрақтары қандай екен асылай? Сұрақтары қандай екен? Көпше түрінде? Кімдермен? Нелермен? Ал енді көмектес септігінің жалғаулары қандай екен? Балалар, бүгін біз өзіміздің мақсатымызға жеттік па? Мақсатымызға жеттік. Олай болса балалар, бүгінгі сабақты түсінгендеріңді басқарма әдісі бойынша айтып жіберейікші балалар. Бүгінгі сабақтың барлығын түсіндім деген басқармақтарыңды былай. Енді жаңағы қателесіп кеткендер, енді түсініп келеді дегендерін басқармақтарыңды солға қарай. Мүлдем бүгінгі сабақты түсінбесеңдер, барлығын түсіндіңдер ма? Енді түсініп келатқандарын шынымен көрсетіңдер кәні қолдарыңызды. Енді түсініп келатқандарын көмектесіп. Бәріміз білеміз, мүлде түсінбегендерің жоқ па? Керемет балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйде балалар жақсылап сабақты оқып, ережені жаттап, жаттығудың орнына